әкеңіз тиран, мамаңыз жертва. Мына кісіге өзінің ойындағысын ашық айта алмайды, қарсы шыға алмайды, көніп жүреді. Себебі сіз ойлайсыз, егер де мен мамама жаным ашмаса, мамам мені жақсы көрмей қалады, мамам маған ренжіп қалады деп ойлайсыз. Мамасы әкесімен қарым-қатынасты жасай алмады. Ол енді әйел бақытын ұлына жүктей бастайды. Сен қашан мен қолымды жылы суға маласың? Сен қашан мен бақыт етесің? Оның өміріне кірісе бастайды. Ал бұл мына бала үшін өте ауыр жүк. Енді ол отличница синдромы бар бір қызды іздей бастайды. Өзін шартсыз жақсы көрмейтін бір қызды іздей бастайды. Яғни мен бір жақсылық істесем ғана, біреулердің бір проблемасын шешсем ғана құндымын деп ойлайтын бір қызды келін қып алып келеді. Тиран, жертва, спасатель. Ең соңында мына отбасы күйрейді. Ене сол күйі манипуляция жасап не ауру болады, немесе мына қырылыс бола береді, немесе мына екеуі ажырасып тыныш табады. Ең жаманы осы ортада өскен немерелер уже психикасы бұзылған тұлғаларға айналып бастайды. Сол үшін отбасыларыңыздың осындай идиллияда болу үшін жұмыс жасаңыздар өздеріңізбен. Егер көмек керек болса, пазл курсыма тіркеліңіздер.